Сәлем достар, сіздермен бірге Фариза Тоқсанбаева. Бүгін сіздерге еске алуға слайд жасап үйрететін боламын. Және де осындай жақындатып, алыстататын эффектті көрсететін боламын. Сондықтан маған тіркеліп алыңыз, видеомды соңына дейін қарап, лайк басуды ұмытпаңыз. Ең алдымен CapCut'қа кіреміз. Новый проект дейміз да, өзіміздің дайындап қойған слайд шоуымызды осылай таңдаймыз. Қараңыздар, мен осындай таңдадым. Бұл бізде қараңыздар тез кетіп жатыр. Қысқа да өте, сондықтан да мен үстін басып, просто скоростін азайттым. 0,5-ке қойдым. 0,5-ке қойып көрейін. 0,5-ке қойдым. Сол кезде 1 минут болды. Осылай 1 минут бойы осылай тұрады. Біз енді слайд шоу жасағаннан кейін 3 минут, 4 минут, 5 минут деп кете береді. Сондықтан да сразу создать копию деп 2-3-еуін жасап алсаңыздар болады. Енді текст анау-мынауға тоқтамай-ақ қояйын. Білесіздер, оның барлығын білмесеңіздер, барлығы менің каналымда бар. Қалай текст қою керек, қалай фото қою керек. Мына жерге еске алу деп жаздым, видеода. Сосын уже жаңағы кісілердің фотографиясының суретін қойып бастап кеттім. Фото қою да бар, наложение жасау да бар. Болмаса білмеймін десеңіздер, тағы да бір көрсетіп жіберейін. Мысалы, бір өтірік картинка салайын. Анда бір фото алдық тек, анимация қоясыздар, как всегда, бұл жерге тоже. И маска дегенге кіресіздер. Маска дегенге кіресіздер. Осы жерде өзіңіз таңдайсыз. Либо прямоугольная маска, либо круглая маска. Домалақ маска алатын болсаңыздар, мына жерлерін дұрыстап аласыздар. Овальный қылса да болады, осылай. Осылай істесе де болады, үлкейтсеңіз болады, кішірейтсеңіз болады. Мынау ортасынан ұстап былай қозғалтсаңыз болады. Бізде центрге қойсаңыз болады. Бізге мына жерде центр керек дейік. Мына шетін астындағы кнопканы жырыстаңыздар. Шетін мынандай размытие жасайды. Осылай размытие істейсіздер. Неке все. Галочка. Прямоугольный таңдасаңыздар тура осылай, только прямоугольный болып шығады. 4 бұрышты болып. Неке біздікі дайын болды. Осылай шетінен, мына шетке қойғанмын, чтоб мешітті жауып тұратындай. Мына жаққа қойсам, мешіт текстқа мешать етеді да. Сонымен осы жерге суретті қойдым да, ал тексті оң жағына жаздым. Осылай барлық суретті жасап шықтым, анимация қостым. Енді біздің мысалы мына суретіміз тұра берсін. Келесі сурет бағанағы жақындататын сурет таңдайын. Осылай сіздерге көп сурет беретін болса, клиент жаңағыдай жақындат деген жақындату эффектін пайдалануға болады. Ол кезде бізде қалай істейміз? Маскаға кіріп жатырмын ғой. Қараңыздар, анимацияны қойып аласыздар. Ең бірінші анимация қойғаннан кейін мына жерде ромбик тұр, қараңыздар. Ромбик тұр, сол ромбикті бір рет басасыздар. Потом осылай жылжытасыздар, примерно мына жерге дейін. Лицосы жақындаған уақыты дейін ба, қалай айтсам болады. Өйстіп жақындатасыздар, и сразу мына жерге ромбик қойылады. Тура мына жерге қойсаңыздар болмай қалады, қазір түсіндірем. Мына ромбиктан басталған кезде өзінен жаймендеп бастап осылай жақындайды, мына ромбикке шейін. Сосын тоқтайды. Ал егер сіз мына ромбикті өшіріп тастайық, мына ромбикті мына жерден қоятын болсаңыз, мысалы, үлкейтетін болсаңыз, тез болып кетеді да, қараңыздар. Өткені мына ромбиктан, бірінші ромбиктан үлкею басталады, фотоның үлкею. Мына ромбикке шейін бұл үлкейіп қою керек. Сондықтан да тез болады. Мына жерге қойсаңыз да болады, в принципе, без разницы. Тағы да жылжытсаңыз болады. Неке. Көрдіңіздер ма? Сөйтіп таңдайсыздар. Мына ромбикті өшіруге болады. Мысалы, бүйтіп алып тастайсыздар, минус деп тұрады. Солай мынаны да минус деп тұрады. Мына жерге ромбиктің плюсті қоясыздар и үлкейтесіздер. Все. Оңайдым, қиындығы жоқ. Осылай жаймен мына ромбикке шейін үлкейтіп береді осылай. Тамам кішкене ауырып тұр, сондықтан да кішкене қарылып, осылай естіліп жатыр даусым. Осындай болып шығады, барлығына өстіп каждый суретке осылай жасап шығасыздар. Зато әдемі эффект болады осындай. Все, барлығы осы ғана жасағандарым. Басқа новый функциялар жоқ CapCut'тың. Бізге керегі пайдаланатын барлығы осы. Сіздерге пайдалы болды деп ойлаймын. Міндетті түрде менің каналыма тіркеліп алыңыздар, менің инстаграмыма тіркеліп алыңыздар. Осы жерде инстаграм аккаунтымды қалдырып кетемін. Тіркеліп алыңыздар. Және де осы шаблонды тегін шаблондар каналына салып қоямын. Егер шаблон керек болса, комментарийға тегін шаблон деп жазып жіберіңіздер. Қош сау болыңыздар.